Екі мысал айтып кеткім келеді, екі қисса. Біреусі пайғамбарымызға дейінгі қисса, біреу пайғамбарымыздың кезіндегі қисса. Екі қисса да Аллах Тағаланың Құранында келген. Қиссаның ең жақсы Құранда келген қиссалары. Біреусі Фирғаунның әйелі Асия, анамыз туралы қисса. Енді жай ғана көз алдарыңызға тарихты елестетіп көріңіздер. Фирғаун деген бір залым кісі болыпты. Ол айтыпты: "Ана роббукумул а'ла", мен ұлы құдаймын деп тақбырт жасады, және соған көпшіліктерді қорқытып сендірді. Және сол Фирғаун қанша жап-жас балаларды өлтірді. Егер анасының кеудесінен баласын суырып бауыздаса, оның анасы қарсы шығуға да шамасы келмеді. Сол Фирғаунның қасында әйелі болды. Ол Фирғаунның әйелі болғаннан кейін Фирғауннан қалған нәрсе әлі күнге дейін өзінің із-түзсін жоғалмай жер бетінде жатыр, тарих болып жатыр. Соның денесі әлі күнге дейін бізге адамзат баласына сақталып қалды. Алла Құран айтқандай: "Сені біз денеңмен сақтап қоямыз, адамдарға ескерту болсын", бірақ көбісі оны білмейді деген екен. Қараса көп адам білмей жүр. Аллах Тағала соның денесін сақтап қойды. Сол Фирғаунның әйелі болды. Ол сондай өзін құдаймын деп, сол Мысырда өзінің патшалығын орнатқан адамның әйелі қандай жақсылықтар көрді деп ойлаңыздар. Ең жақсы үй Мысырдағы Фирғаунның әйелінде. Ең жақсы төсек Фирғаунның әйелінде. Ең жақсы тамақ Фирғаунның әйелінде. Ең жақсы киім Фирғаунның әйелінде. Ол жұмыс деген жоқ. Оның қасында қанша деген әйел нөкерлерінен жүрді. Олар отыратын болса жүгіріп кеп төсенішті жейді, тұратын болса қолынан тамады, тамақ ішетін болса алдына кеп қояды. Ол тамақты істеген жоқ, ол кірде жуған жоқ. Ол сондай керемет үйде, сондай бүкіл нәрседе тұрды да бір уақытта иман келтірді да. Фирғаунның қатты ашуы келді. Дәл қасына әйел иман келтіргенде сөйтті да оны өлім жазасына кесті. Өлім жазасына кесіп, айқыш-ағашқа керіп өлтіріп атқан кезде Алла Құранда айтады: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Аллах Тағала иман келтірдім деп жүргендерге Фирғаунның әйелін мысал келтіреді дейді. Әйел кісінен мысал келтіреді. Әйел затын мысал келтіреді. Ол, яғни айқыш-ағашқа керіліп тұрған кезінде соңғы жанышқыр айтқан сөзі: "Робби, ей Раббым" деді. "Робби бни индека байтан фил жанна", маған өзіңнің қасыңнан жәннаттан үй нәсіп етші деп сұрады да. Субханалла. Қазір бұл дүниеде бір әйелге жай ғана $10,000 сақинасын сыйласаң бас айналып қалады да. 4 бөлмелі квартираны хадия қылсаң бітті да шаруасы. Кішкентай джипті сыйлыққа берсең бітті да. Дінге одан кейін келе ма, келмей ма Құдай біледі. Бірақ ешбір әйелдің көрмеген сондай қызықшылығына жетіп, ең зәулім үйде тұрып, ең тәтті тамақ жеген Асия анамыздың жәннатқа деген иманы сондай болды. Керек емес маған Фирғаунның үйі де, тамағы да, киімі де, маған Аллахтың қасынан жәннаттағы үй керек деді. "Я Алла, Робби бни индека байтан фил жанна", Раббым, сен өзің қасына маған жәннаттан үй нәсіп етші деген кезінде ол дейді, Аллах та оның көзіне жәннаттағы үйін көрсеткенде өлімнің дәмін сезгенде жоқ дейді.